Абай облысы Аягөз ауданы мектеп жанындағы интернаты бар номері 60 мектептің 9 сынып оқушысы Серікова Айқыз, жетекші Мырзаханов Ертай Қуатұлы. Менің таңдаған номинациям IT мамандығы. Бұл мамандық маған несімен тартынды? Мен кішкентайымнан компьютерге қатысты заттарға қызыққаным үшін. Олардың құрамдас бөлшектері қалай жұмыс істейді, программалық жазықтар себепші болды. Егер де әр адам өз таңдауын ертеден білетін болса, сол адам ғана жетістікке жетеді. Мен бұл мамандықты өзім ойлағандай алып шығатын боламын. Шығу тарихына келетін болса, шығу тарихы IT саласы 1833 жылдан бастап ойлап табылды. Және де Англиядан келген Чарльз Беббердің есептеу машинасын ойлап табуынан басталды. Және де сандық компьютерлерге келетін болсақ, олар 20 ғасырдың 40 жылдары пайда болып, сонымен қатар сол жылдары бағдарламашы мамандығы да пайда болды. Тарихтағы ең алғашқы бағдарламашы болып Ада Лавис Ақынбайұлының қызы сайланды. Ол осы арифметикалық есептеу машинасына жаңа бағдарламалар жазып, циклды жаттарын түсіндірді. IT мамандығы үнемі жаңа нәрсені жазу және де ойлап табу. Осы салада күн сайын жаңа салалар қосылады. Соның ішінде инфрақұрылымдық жобаны жасау және өндіру. Атақты адамдарға келетін болса, Стивен Джобс, Apple корпорациясының негізін қалаушы бизнес-магнат. Марк Цукерберг, Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалаушы филантроп. Арман Сүлейменов IT саласындағы танымал адам десек те артық етпейді. Ол жаста болса баста болған деп Арман секілді тұлғаларға айтылса керек. Ол Impossible School деп аталатын мектептің негізін қалаушы. Және де Әділбек Датпаев, Бөкейконға орналасқан алғашқы қазақ ретінде танымал. Ол Павлодардан шыққан IT маманы. Осы мамандыққа қажетті қасиеттер. Бірінші кезекте логиканы дамыту. Екінші кезекте сол жасап жатқан жобаңызға өзіңіздің туған балаңыздай қарауыңыз. Үшінші кезекте үздіксіз ізденіс үстінде болу керек. Төртінші кезекте табандылық пен төзімділік қажет. Артықшылықтарына келетін болса, ол жоғарғы табыс көзі, қатаң кестенің болмауы, қашықтан да кестеден жұмыс істей беру мүмкіндігі бар. Және де теріс жақтарына келетін болса, егер де адам бір жерде қозғалыссыз жұмыс істей беретін болса, ол адам тез шаршайды. Көз жанарының төмендеуі, омыртқасының дұрыс болмауы, яғни теріс жақтары өте көп. Осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады? Алматы энергетика және байланыс университеті, Халықаралық ақпарат технологиялар университеті, Қазақ-Британ техникалық университеті, Қарағанды технологиялар университеті және де Астана IT университеті. Осы сала бойынша қай салаларда жұмыс істеуге болады? Білім саласы, денсаулық сақтау саласы, дизайн саласы, даму саласы, өнімді құру және жылжыту саласы, өндіріс саласы. Мансаптық болашағы ол технологияларды дамыту, өсу және даму, сұранысқа ие және де жоғарғы табыс. Мамандықтың сұранысы киберқауіпсіздік, үлкен интеллектті талдаушылар, жасанды интеллект мамандары және де бағдарламаларды жасаушылар. Мен өз ойымды қорытындылай келе, дәл қазіргі уақытта мамандық таңдаудан қиналып жүрген жандар үшін айтарым. Егер де сіздер өздеріңізге сенімді, жауапкершілігі мол, бастарыңыздың аяқсыз қалдырмайтын, компьютерге үңіліп отырудан шаршамайтын жан болсаңыз, IT мамандығы сіз үшін. Бұл мамандық тек Қазақстанда сұранысқа ие мамандық қана емес, сонымен қатар болашағы зор мамандықтардың бірі. Назарларыңызға рахмет.